тумағанда не терем. 800 алмазға айналдырамыз қазір. Давайда, опа, міне поздравляем дейді. Бұл набор өзіме қатты ұнады, топ набор. Қатты ұнады. Жігіттер, лайк басқан адам барлығына бұйырсын. Лайки. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Адай және Алаш баластарыңызға бауырлар, арнаға қош келдіңіздер. Арнаға жазылып белсенділік танытып жатқандарыңызға барлықтарыңа алғыс айтқым келеді бауырлар. Алла разы болсын барлықтарыңа. Сосын мен кішкентай ғана сүйікті көрермендеріме үлкен алғыс айтамын бауырлар. Алдырмай, жұлдырмай, сырғамай жүріңіздер бауырлар. Аман болыңыздар, барлықтарың аман болыңыздар. Сіздердің арқаңызда мен көтеріп жатқандарым. Сосын мына кешегі мен конкурсым жеңімпазы Азамат Бекмырза деген азамат екен. Менің ВК парақшама жазып, сол жерде өзінің жеңіп алған бір апталық воучеріңді алып кетуіңе болады бауырым, құтты болсын. Сосын бүгінгі мына видеода рулетка фортуна соны түсіретін боламыз. Набор безумный маньяк дейтін рулетка фортуна осыны айналдырып түсіретін боламыз. Міне 2200 алмаздай жаңа танытшыдан болатын. Бұйырса осы наборды сіздермен бірге қазір түсіріп алатын боламыз бауырлар. Мына жерде маған не керек емес. Қарайық. Маған бар ғой, мына персонажды туртке көтеретін қажеті жоқ, және сканер керек емес шығар, сол екеуін алып тастайтын шығар, сол екеуін алып тастап қазір. Сол екеуін алып тастайтын шығар. Сосын бауырлар, мына описаниеде тұрған мына бауырымыздың арнасына жазылайықшы. Менің оған ешқандай қатысым жоқ, жалпы жазылып кетейік бауырлар. Ол да қазақ екен, қолдау көрсетейік. Жас жігіт сияқты, білмеймін, сөзіне, заттарына қарасам, дауысына қарасам жас жігіт сияқты. Жалпы жаңағы сіздерде әйтеуір жазылсаңыздар, қолдау болса, болам деген адамның битін қақпай, белім бу дейді, ол көмектесіп жіберсеңіздер, ол да мәз болып қалады. О, маған адам жазылып жатыр деп мәз болады. Ол да әйтеуір құлшынысы артады да, одан сайын оған жазылмай, ой, сен анандай, сен тупой десең, ол до конца сол тупой күйінде қалып қояды. Оған жазылып, о, брат, сен конкретно дамып келатсың, молодец, сен алға қарай құлшынады. Қазақ ютубері көп болады да бауырлар. Көмектесейік бауырлар, қолдан келгенше. Міне мыналар бірінші попитка 0 теңгеден 0 алмаз бірінші попитка. Бұрын ондай емес еді, бірінші попитка 9-дан бастайтын еді, 9, 19, сосын 29, 59 сөйтіп кете беретін еді. Қазір мына бірінші попитканы 0 қылып қойыпты. Бұл да жақсы, міне халява дейді онда. Міне 19-ға не түсер екен? Ой. Болады да енді, шүкір. Болғанда шүкір. Бұны қазір керек болса ең соңында 499 алмазға да алатын боласың. Ана набор ашылмай, соған келіп түсіп қалған кезде. Мына шүкір әйтеуір 19-ға алдық, бір фрагмент алдық. Және де Адайс не алды? Қаш немесе қашпа дейді, стрим жасап отыр екен Адайс. Бауырлар, міне мына жерде бұл да жақсы. Маған мына жерде бар ғой, сразу жалпы бар ғой бауырлар, осы сап бар ғой, бірден кімге түседі екен? Бірден болғанда ең соңында бар ғой, ең соңында түседі ғой, мысалы көбіне да. Жалпы ең соңында түспей, сол 199 немесе 499 алмазға түсіріп алғандар бар ма, комментке жаза кетіңдерші бауырлар. Сосын бұйырса, Алла қаласа, тағы да конкурс жасайтын боламын. Сол конкурстың қазір заттарын, шарттарын видеоның соңында айтатын боламын. Тағы да конкурс жасаймыз бауырлар. Бір апталық ваучерге тағы да конкурс. Алда әлі көтеріліп алайық. Адуши әлі бір апталық ваучер емес, бір айлық ваучерлер, адуши заттар жасайтын боламыз, Алла қаласа. Солай бауырлар. Мына жерде айтпақшы, мен бар ғой, мана пополнение жасап, мана пингвин алған болатын, пингвин. Соған пингвинге ат керек бауырлар. Комментарийға әдем аттар жазып кетейікші, соның арасынан кімнің айтқан аты маған ұнайды, дәл сол атты жазып қоятын боламыз. Мысалы, мистер пингвин ғой, соған бір әдем ат қойып, қазақи да енді да. Ой, мистис бірдеңе, мистис анандай, ондай заттар өтпейді маған. Короче, қызық ат қойып. Мана айтпақшы, мен пополнение жасағанда доска берген болатын, мына доска қазір қараңыздар. Міне, менде тұр ғой, қазір осы доскамен қара. Топпа, ұнады әйтеуір маған бар, өзіме қатты ұнады бауырлар, осы доска. Білмеймін. Ал жаңа айналдырған доска алып өтіп, қарайықшы, зат эффект бар ма екен? Ой, дым жоқ қой мына досканың өзі. Шүкір да, болады да. Алдық қой, тегін алды қойдым осыны. Парашют, жаңа клаун ба, подлый клаун ба, әйтеуір клаун. Так, мана фонмен аватар алып өтіп жалпы. Фонмен аватарға қатты қызық қой мен жалпы. Жалпы алып өтіп, көрсетіп кетейін дегенім о, қазір тауып отсам. Тауып алмадым. Мына жер не бар? Мына жер. Тауып алмадым. Сосын бар ғой, мана транспорт, мотоцикл алып өтіп, көрсетіп кетейін сіздерге. Заттан. Дана жасағыңа өрт. Эффектісі жоқ. Олар жалпы бар ғой, советім, алмай қойыңыздар бұл мотоциклді. Жаңағы затпен бар ғой, доскамен жаңағы
питомец бар ғой, пингвинге жететіндей донат неше 500 алмаз бар, сол 500 алмаз салам, жаңағы мотоциклге 1000 алмаз не істейді жалпы. Маған мына жерде қазір анау чар деп едім, тұрып қалғанға сол деп ойлап қалсам, қымыз егістікті. Болады да, ол да шүкір әйтеуір. Мынаны аламыз енді, ең соңғы 799 алмазға бұл набор білмеймін, топ әйтеуір 800 алмазға бұл наборды алып жатыр. Бұл набор топ набор екен. Орлар лайк басқан адам барлығына бұйырсын бұл набор. Лайк ей бауырлар, лайк басайық, қолдап кетейік. Бұл набор барлықтарына бұйырсын. Барлықтарыңызды алып, киіп, ойнап жүрулеріңізге тілектеспін бауырлар. Так, надеть сразу қылдық. Түх. Не деген набор? Набор меген тойға бару керек сияқты ғой, киім алып, келіп құдашалар сындырып, деп айқайлап қойды. Гүл сыйлап жүр. Так, бауырлар, сосын мына набор қазір бар ғой, сет құрап қарайыншы. Киіп қарайық сіздермен бірге сет құрап, киініп. Сосын манағы соңында, видеоның соңында айтамын деген конкурс, мынандай болсын. Міне, осы конкурстың жеңімпазы анықталды. Алдыңғы конкурстың да жеңімпазы анықталды. Осы конкурс. Так, 3 күнде ма жеңімпазды анықтаған болатымыз. Келесі мына конкурс бар ғой, осы ұйымдастырып жатқан конкурстың жеңімпазы келесі видеода бұйырса Алла қаласа шығаратын боламын. Короче, конкурс шарттары өте оңай бауырлар. Менің соңғы шыққан 10 видеом бар ғой, 10 видеомды көріп, сол видеоларыма лайк басасыздар. 10 видеомды көріп, сол видеоларға лайк басасыздар. Және менің осы видеом бар ғой, міне осы болып жатқан, міне көріп жатқан видеоларыңыз, соның астына комментария жазасыздар. Өздеріңіздің әдемі маған деген ойларыңыз, тілектеріңіз немесе де әдемі комментарий жазасыздар. Және жаңа пингвинді атын жазып кетуді ұмытпаң, не деп қоятынды да. Сол әдемі комментарий жазасыздар, және сол жазған комментарийларыңызға лайк жинайсыздар. Кімнің комментариясына көп лайк жиналады, сол адамның бұйырса, сол адам жеңімпаз деп, сол адамды келесі видеода мына жерге атын жазып, шығарып, осындай қылып, сол адамға бір апталық ваучерін салып беретін боламын бауырлар. Өте оңай ғой шарттары. Менің соңғы шыққан 10 видеомды көресіздер, лайк басасыздар. Солай емес па? Лайк басып көру оп-оңай, сіздердің қолдарыңыздан келеді бауырлар. Сосын жаңағы осы видеоның астына комментарийға мен қатысам, солай сосын маған деген тілектеріңізді, ойларыңызды жазып кетіп, сосын жаңа пингвинді атын жазып кетіңіздер, қыстырып жіберің араларына. Анау деп та бірдеңені қыстырып жіберіп. Сосын бауырлар, жаңа зат қылып, сосын өздеріңіздің жазған комментарийларға лайк жинаңыздар. Үйде мамаңыз бар, папаңыз бар, әркім телефондарын мама, папа береді. Адайға қазір мен комментарий жазып жіберейін, лайк басып жіберейін. Сол жерден лайк басың, комментарий жазың. Сосын мен де осы жаңағы мама папаларыңыздың арналарымен де менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Тек кіріп өздеріңіздің лайктарыңызды, өздеріңіз заттарыңызды көтермей, мен де затымды белсенділігімді арттырып, жаңағы затымды видеомды затын бағалап дегенде әйтеуір сіздерге деген ұйымдастырып жатқан конкурсымды бағалап менің мына арнама жазылып, ол мама папаларыңыздың арнасымен жазылып кетіңіздер. Олар көбісі көрмей қойсын, тұра берсін, заты подпискаде тұрады дегендей бауырлар. Олай бауырлар, қолдарыңыздан келеді, ешқандай қиын ештеңе емес деп ойлаймын. Сосын мына жерде міне қазір маған бар ғой осы набор әйтеуір. Мына етік қой міне. Осыны киіп алып ойнаймын ғой деймін бауырда. Болды, басқа заттап алмай отырайын, осы етікті киіп алып ойнайсың деп шайып кетсек. Так, мына өзің етегін киіп алмасаң басқа зат болмайды сияқты. Мына шалбарына, себебі шалбарының етегі қысқа екен, анда етегі ұзындау болғанда кроссовка киіп алуға болатын еді. Мына етегі қысқа, аяғын жартысы көрініп тұр, қорсана. Болмайды, болады енді шүкір мынауда. Шүкір, жалпы маған етік ұнаған жоқ, конкретно айтқанда, чисто айтқанда етік ұнаған жоқ. Олар міне осындай видео болып, видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жаңағындай ғой, міне конкурстың шарттары өте оңай, сол конкурсқа қатысып кетейік бауырлар. Сіздермен бірге болған мен Адай және Алаш баласы арнасы бауырлар, қоштаспаймыз.